Сәлем достар, мен сіздерге бүгін миға жасалатын медитация жайлы ақпарат бергім келіп тұр. Жалпы медитацияны баршаңыз білесіздер, иә? Музыка қою арқылы адамның миын тыныштандырады. Бұл қазіргі таңда енді медитация жасау айналып келген кезде, мына кванттық физиканы зерттеп жүрген біраз эксперт мамандардың барлығының жаңағыдай в потоке жақсы әсер алуы, өмірде керемет күшті табыстар, қаржылай еркіндікке шығуы, барлығы айналып келген кезде, Джо Диспензаның болсын, барлығы айналып келген кезде жалпы бір медитацияға келіп тоқталып жатыр. Яғни медитация тыңдау арқылы менің миым тынышталды, одан кейін менің жаным тынышталды, одан кейін менің жаныма не қажет екенін мен нақты түсіндім, сол арқылы мен нәтижеге жеттім деп жатқан көптеген адамдардың пікірін тыңдап жатамыз. Иә, ол өте күшті, өте керемет. Ал енді сол медитацияны сіз 2,5 жыл уақытыңыз кетеді ғой. 2,5 жылдай, 3 жылдай болса медитация тыңдау арқылы, ол енді Джо Диспензаның 66 күнде нәтиже шығатын медитациялар бар, 20 күнде, негізі 21 күн. Әдетті қалыптастыру, әр психологияда айтады, әдетті қалыптастыру 21 күн дейді. 21 күнде нәтижеге жетіп жатады. Ал енді керемет күшті чудоны айтқым келіп тұр. Бұл әрине айналып келгенде тағы да Access Bars. Сіз қай жағынан болсын Access Bars'ты мақтай бердіңіз деп айтпаңыздар. Бірақ та мен өзім кейстарымда көргеннен кейін, адамдарда нәтиже көргеннен кейін, осы Access Bars'тың жалпы бір сеансында 2,5 жыл медитация тыңдағандай күйге енетінін мен өзімнің де бойымнан, тәнімнен, жанымнан өткізіп көрдім. Сол себепті нәтиже көргеннен кейін ғана мен адамдарға шығып, осы туралы ақпаратты енді ғана беремін деп шештім. Себебі мен уже 5-6 жылдай болды осы Access'пен айналысып жатқаныма. Осы уақытқа дейін Instagram парақшаны жүргіздім, бірақ та мен қазіргі таңда жеке кәсібіме байланысты мүмкіндік тумай жатыр. Ал енді Алла қаласа ниет етіп отырмын, себебі қазіргі таңда адамдардың көбіне рухани білім қажет екенін, осы YouTube арнаға біраз видеолар салып едім, уже қаншама просмотр болып жатыр, адамдар көріп жатыр, уже жекеме келіп консультация алып жатқанда адамдар көріп жатырмын. Сол себепті, яғни адамдарға бұл ақпарат нақты қажет екен, яғни бұл ақпаратты мен бұдан да ары қарай өрбітейін, адамдарға әсер етсін деген ниетпен бүгін сіздердің алдарыңызға шығып отырмын. Енді осы медитация жайлы ақпаратты енді айтайын дегенім, бұл жерде жалпы медитация тыңдаған кезде біздің мына қуат көзіміз ашылады, иә? Ал сеанс барысында біздің адамның бойынан энергия жүрген кезде тәнінен, миынан, ми мен тәнді байланыстыратын жағын, яғни каналдарды, осы қуат көзімізді ашатын, ол әрине осы сеанс барысында Access Bars'тың нәтижесін көруімізге болады. Яғни жалпы бір сіз сеансты алғаннан кейін мидағы электр заряды таралады, ал ми мен денеге түскен барлық энергиялық жаңағыдай бір босатылған күйге енеді ғой. Жаның бір тыныштықта болады. Бір сеанстан кейін дәл сол сәтте сіз көңіл күйіңіз көтеріліп бастайды, миыңыз тынышталып бастайды, жалпы состояниеңіз бір сәтте реттеліп кететін болады. Сол себепті нақты ойыңызды тазартқыңыз келсе, жаңа программалар құрғыңыз келсе миыңызға, мышлениеңізді керемет күшті дамытқыңыз келсе, Access Bars'тың сеансын қабылдап көріңіздер. Сол кезде сіз уже нәтижесін көретін боласыз. Енді Access Bars'тың алдыңғы эфирлерінде де айттым, қаржылай еркіндікке шығаратын бірден-бір терапия, сөздің шыны керек. Себебі мынау миымыздағы блоктар кетеді. Ақшаға қатысты именно сол блоктар кеткеннен кейін барып, мүмкіндіктердің есігі ашылады. Яғни Алла тағала бізге күнделікті мүмкіндіктерді беріп жатыр. Күнделікті ризық несібені арттырып беріп жатыр. Бірақ та біз сол келіп тұрған, мынау төбемізден келіп тұрған каналмен мынау энергияны төмен қарай ағызып, энергияны реттеудің орнына біз сол миымыздағы сан мыңдаған ойлардың кесірінен, айтылмай қалған қаншама тамағымыздағы өксік, өкпе-реніштің кесірінен, жүрегіміздегі қатып қалған сезімдердің кесірінен, мынау тәніміздегі қаншама эмоциялық
көңіл күйлердің түсуінің әсерінен біз осы ақпараттарды жан тәнімізге қабылдай алмай жатырмыз. Сол себепті осы бүкіл тәніміздегі, миымыздағы, жанымыздағы ақпараттардың барлығын бір сәтте, бір сеанста өшіріп, өміріңізді керемет, чудо, жаңағыдай ғажайып өмірге енгізетін күшті бір құрал, техника, яғни техника деуге де келмейді, енді бұл ғылыми бір әдістеме, бұл әрине Access Bars. Оның барлығын ғалымдар уже зерттеп тастаған. Әсіресе денсаулыққа қатысты байланысты мықты каналдар жұмыс жасайды. Оны Россияның ғалымдары енді біздің өзімізге где-то 8 жылдай болды Қазақстанға келгеніне бұл ғылым, ал Россия халқына бір 10 жылдай болып қалды. Қазіргі таңда 117 мемлекет қолданып жатыр Access Bars'ты. Россия ғалымдары ғылыми тәжірибе өткізген ғой. Ал енді керемет күшті чудо деп айтып жатсыңдар бұл ғылымды. Енді сол ғылымды 60 жастағы әйелдің бойына өткізу арқылы ғылыми негіздеме жасаған. Яғни 60 жастағы әйелді полностью басынан бастап денесіне дейін томографиядан өткізеді. Ол әйел адамның қай жерінде денсаулығында ақаулары барын компьютер көрсетеді. Жалпы тамағында, жүрегінде, ішкі ағзаларында, аяғында деген сияқты каналдарды көрсеткен кезде 5 күн Access'ты алады. 5 күн осы терапияны жасағаннан кейін бұл әйелді қайтадан томографияға түсіреді. Сол кезде сенесіздер ме, 5 күннің ішінде бүкіл ғалымдар жиналып бұл әйелдің жаңағы результатын көреді, нәтижесін көреді. Кәдімгідей әйелдің жүзінде, мен жаңа алдыңғы эфирлерімде айттым, даже бір сеанстың өзінде жүзің нұрланып кетеді. Кәдімгідей мына бойыңдағы бетіңнің жүзі нұрланғанда әдемі болып кетеді адамдар, шынымен де. Ал енді 5 күннің нәтижесін сөзбен айтып жеткізе алмаймын енді. 5 күнде тіпті бұдан да әрленіп, әдемі болып кеткен әйел адам 60 жастағы. Қайтадан томографияға түсірген кезде алдында қызылдақтар тұрған, ал енді бұл жерде барлығы, қызылдақтардың барлығы жап-жасыл әдемі жаңағыдай нүктелерге айналған ғой. Яғни не дейді? Ол жерде 5 күннің ішінде адамның денсаулығына керемет күшті әсерін берді деген сөз, қыздар. Сол себепті денсаулыққа қатысты арнайы сұрақтар бар. Сол сұрақтарды қою арқылы өзіңіздің денсаулығыңызды реттесеңіз болады. Сонымен қатар Access'тың сеанстарында қабылдасаңыздар болады. Енді бұл әр адамның жасына байланысты сеанстар қабылдайсыздар. Көбіне сұрап жатады, мен қанша сеанс қабылдауым керек, өмірімді реттеу үшін деп жатады. Енді негізі шындап келсе 5 сеанс. 3 сеанс та болады, 5 сеанс тіпті күшті. Кейбіреу бір курсын алып жатады, бір курсы 10 күн. Яғни бір курсын 10 мың теңге тұрады сеансы. Сол сеансты қабылдағаннан кейін сіз уже Алла қаласа нәтижесін көретін боласыз. Енді тағы да сіздерге осы негізгі бүгінгі тақырыбымыз осы медитация жайлы болған. Яғни бір сеансты қабылдау арқылы сіз 2,5 жыл шынымен де ол ғылыми дәлелденген фактіге сүйеніп айтылған негіздеме 2,5 жыл медитация тыңдағандай күйге енетіңіз тіптен анық. Сол себепті егерде сеанс қабылдағыңыз келсе, жекеме хабарласыңыздар, міндетті түрде Алла қаласа нәтижесін көретін боласыздар. Кері байланыс жасап, комментарий жазыңыздар, өздеріңіздің пікірлеріңізді бөлісіңіздер. Жекеме шықсаңыздар, мен сіздерге бұдан да керемет күшті ақпараттарды беретін боламын. Назар қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет.